Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді американский печенье пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ұнымыз, 2 жұмыртқамыз, сливочный масло, қантымыз, разрыхителіміз керек болады. Осылай майымызды отқа қойып ертіп аламыз. Еріген майымызды ыдысымызға құйып аламыз да. Еріген майымызды осылай құйып аламыз да, жақсылап араластырамыз. Қыздар, комнатный температурада тұрып, кішкене су керек. Араластырып болғаннан кейін қыздар қантымызды саламыз. Әбден араластырамыз. Қантымыз еріп кету керек, қыздар. Қантымызды араластырғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз, қыздар. Миксердің қажеті жоқ. Осылай қолмен де араластыруға болады. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды бөліп қосамыз, қыздар. Бірінші қосқан ұнымызға үстіне разрыхитель себетін боламыз. Разрыхитель қосып болғаннан кейін ұнымызды жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымыз біркелкі сіну керек, қыздар. Ұнымызды бөліп сіңген жерді жақсылап араластырамыз. Қыздар, қатты қою болып кетпеу керек. Негізінен 260 грамм ұнымыз жетеді. Соны әбден араластырып болғаннан кейін бетіне шоколадымызды себетін боламыз. Шоколадымызды, бұл жерде мен Казахстан шоколадын алдым. Соны ұнтақтап бөлімізде тестоға салып, сонында әбден араластыратын боламыз. Тесто өте қою емес, тесто осылай сұйық болу керек. Жақсылап араластырып, бөліктерге бөліп, осылай микроволновкаға қоятын боламыз. Қағаз төсеңіздер болады, қыздар, менде қағаз болмады. 180 градусқа 15 минутқа ғана ұстаймыз, қыздар. Осындай әдемі дәмді печенье шығады. Қыздар, ас болсын, баршаңызға рахмет.